айым таң менен, сейет жылқым мал менен, бүгін тағы шүкір, 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 шүкір. Керемет көрініспен басталады жұмыс менен ауыл таңы. Шүкір, 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 шүкір. Келдің бе? Үйде не істеп жатсыз? Үйді жинап, үйдегі артық мусорларды шығарып жатырмын далаға. Мусор емес менің заттарым ғой. Сенің заттарың болса жинап ал. Болды, жетеді енді. Қашанғы сені осы заттарыңды осы үйге қойып, мен сені қашанғы... Гүлат әте, тоқтаңыз. Мен байқамай жүр екем ғой. Не болып қалды тағы да? Мен сорлы бұрыннан байқамай жүр екем ғой, Гүлат әте. Сіздің мына жүзіңізден жақсылықтың нұры себіліп тұр ғой. Қолыңыз баршы. Қолыңыз баршы. Қолыңыздан имандылықтың жылуы сезіліп тұр ғой, тәте. Сіз сияқты жақсы адам бүкіл Қазақстанда, бүкіл Қазақстан емес, бүкіл әлемде жоқ қой. Жә, жетер болды енді. Тегі аузын жаппайды екесің. Болды ғой енді, 3 ай болды ғой төлемегенге, 3 ай. Қашанғы күтем мен сені? Әде 2 күн уақыт беріңізші. 2 күн тұрмақ, 2 сағатта жоқ саған, болды енді. Болды. Айналайын, барар жеріңе бар да, өзің тұратын жерін тауып ал, болды. Болды енді, все. Бұл Нурик, жасы 29-да. Бойдақ, бір істі соңына дейін жеткізе алмайды. Достарының арасындағы лақабаты косячник. Болашақтағы арманы блогер болу. Теңге болса қалтанда, талтада талтанда. Иә. Тойға барайын деп жатсыздар ма? Дұрыс. Не ғой, мама? Әдемі көйлектеріңіз кимей қойыңыздар. Бәрі кафенің артымен кіресіздер, кім көреді әдемі көйлегіңізді? Сосын бір жеңіл-желіп бір кроссовка ма бірдеңе алып барасыңшы. Тойдың ортасында милиция кіріп қашып жүресіз ба? Күлмеш? Мамамен сөйлесіп жатырмын. Сынағым ғой сен приколдарың ашы. Баршпар тірліктен сөйлесіп олай. Иә, мама. Сол келдіңіз. Болды, құдай қаласа. Не ғой, мама, мен сізге бір жарты сағаттан хабарласайыншы. Машина жөндеп жатыр едім. Жақсы. Братан, телефон мықты екен. Қанша болып отыр қазір? 360. Рахмет, Абдуши. Братан, қатынға мән бермейсің ғой. Өз сонда кішкене, Жақсы, рахмет. Бұзылмайтын кезде бұзылып қылға. Айбай! Асқар! Су кетті, Асқар! Айбай, Асқар! Точно машинан суымыз. Такси! Братан, кеш! Братан, өтір, су кетіп жатыр, братан. Роддомға дейін 1000 теңгеге апарып тасташы. Су кетіп жатыр, братан. Өтір. Асқар, роддомға не үшін? Роддомға ма? Класстас қызым тұрмысқа шығып жатыр еді. Соған барып қайтсам ба деп жатыр. Қуасың ба сен? Суың кетті деген жоқсың ба? Мен суым емес қой, радиатордың суын айтып тұрмын саған. Бауырым, айып етпесе, ренжімеш. Рахмет, жүре бер. Сен басың істей ма? Радиатордың су кетсін, өзің суың кеткен сияқты айқайлап жатсың. Қайтейін енді, аяқ киім қысып жатыр ғой. 3 жыл болды на аяқ киіммен жүргеніме. Тағы 1 жыл шыдасайын кішкене. Алып беремін, құдай қаласа. Кім айтады, 5-ші балаға аяқ ауыр деп әлі жүрмін сол бір аяқ киім. Бір жылана бермеші, радиатордың су кетіп тұр, көріп тұрсың. Радиатордың су, сен суың кетіп тұр. 1000 теңгемен шешіп тұрған түрлі. Енді 17 мың радиатор алып. Не дейсің? Ештеңе. Құрсын күйгенде не күйіп кетсін. Осы айдың пособиясына енді саған құдай қаласа бірінші квартираң ақшасын төлеп алайық. Одан кейін бір радиатор алайын енді. Нан тауып жүрмін ғой осы машинамен. Қалғанына саған тапшыға әпереміз. Күйгенде не күйсін. Шай ішіп алайықшы, құрсын. Бас ауырып кетті. Шай ішейікші бар. Бұл Асқар, ақ көңіл, аңғал жігіт. Жасы 29-да. Ерте үйленген. Салмағы 65 килограмм. Киімсіз салмағы 43 килограмм. Болашақтағы мақсаты үкіметтен бір бөлмелі болса да пәтер алу. Үйдің кезегінде 87.430 адам. Сонда қалай болды? 70 мың пособия болса 40 мың квартплата кетті. 17 мың радиатор. 15 мың теңге магазин кетсе, мен аржанда китайский шлепкаға да қалмайды ғой. Артын басып киіп алсам да болады екен ғой? Болады.
Жан, чай дайын негізі. Теңге болса қалтанда, талтанда. Әміржан! Ассалаумалейкум аға. Қалай бірашке амансың ба? Жақсы. Әміржан қайда? Үйде жоқ. Кім айтты жоқ деп? Әміржан аға өзі айтты. Прикол жіберетін болыпсың ғой? Серьезің жоқ па? Жоқ, серьезно. Серьезің жоқ па? Жарайды. Бір қыздар подарка беріп жіберген ғой праздникке. Соны бере салайыншы дедім. Жарайды, онда айта сал. Давай. Нурик, досым, тоқташы. Ассалаумағалейкум, қалай жағдай досым? Қалың қалай? Күшті. Көңіл күйім керемет бар ғой. Мені көргісі келмейтін досымды көріп, қатты қуанып тұрмын ғой. Олай демеші досым мен. Бірашкем айтқым ау, қазір шығады айтасашы, дұрыс түсінбеген ғой. Әміржан, сен бар өтірікші, надан, чорт, чуму адам екенсің. Олай демеші досым мен. Білесің ғой, саған деген көңіл мақ, сен дегенде любой кипиш ғой досым мен. Амок, закрой рот самок, хорошо? Айтпақшы, қыздардан қандай подарок келді маған? Ұмытып бара жатырмын ғой. Мына қара, күшті подарок. Теңге болса қалтанда, талтанда. Юля, сен өте керемет жансың. Сенің күлкің әсем әуендерден де әдем. Сенің сұлулығың шіркін, ешқандай гүл таласуға шамасы жетпейді, Юля. Сенің қалың малың. 6 қызғалдақтан да қымбат қой, Юля. Юля. Ермек, что там бормочешь? Говори на русском. Ты же знаешь, я не понимаю по-казахски. Қазақша түсінгеніңде осы сөздеріме баяғыда ғашық болатын едің ғой. Ермек, хватит уже. Ладно, перестань. Я сейчас Google откроет и говорит тебе по-русски. Ты только не делай, да? Хорошо. Сейчас. Юля, ты прекрасная душа. В твоих глазах есть цвет звезда. Бұл көлік жуушы Иван. Оның шләңгісі неге молынан ағып тұр? Дұрыстап таныстырсай. Кешіріңіздер, басқа қағаз оқып кеттім. Бұл Ермек, жасы 28-де. Бойдақ, базардың парковкасында жұмыс істейді. Базардың администраторы болып, Юлияға үйленгісі келеді. Ермек, дай я сама прочитаю. Сөйтші анау, айналайын. О, спасибо. А ты романтик. Спасибо. Ну, қазір айта салам, в общем, Юля, я тебя. Молодой человек, вы еще долго? Вас тоже. Ну ладно, Ермек, потом поговорим. Проходите. Алло, Ерема, досым, қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Настроениең күшті ма? Жұмысың жүріп жатыр ма? Үй іші жандар, қорадағы малдар бәрі дұрыс па? Ой, брат, сен мына сөздердің бәріне бір-ақ ауыз сөзбен жауап берейін, я? Шүкір. Чо там? Парковкада бай. Досым, бір өтініш болып тұр. Ана квартирадан қуып жіберді ғой. Хош. Сол енді бір ай сен қасында тұра тұрайыншы, досым. Бір айдан кейін ақша жинап, өзім басқа квартира тауып кетем. Брат, тұрам десең, тұра ғой, бірақ мен парковкада кішкентай будкада тұрам ғой, білесің ба? Жарайды, досым. Онда кешке хабарласам или барып кетем осыған, хорошо? Давай. Все бол. Теңге болса қалтанда, талтанда. Жан, көкесінің көкесі. Қандай көз қандай. Ей, жан. Не көріп атсың? Не айтып жүрсің? Нені? Не айтып жүрсің? Ой, аффирмация ғой.
таңертең кешке деген сол кімді Айнұр Тұрсынбаеваның Құралай ханын тыңдап негізі жан бірдеңе айтайын ба саған? Айт. Негізі бар ғой, мен екеуміз бар ғой, мына кедейліктен шығатын бар ғой, жолын таптым ғой. Қандай? Оказывается, мына аффирмацияны таңертеңнен тұрғаннан айтып бастасаң, барып кешкен соны айтып жүре бергенше сол кезде мына бүкіл екеуміздің проблемамыздан, кедейшіліктен, жоқшылықтан шығады екенбіз. Қош. Иә. Онда сен былай істесек, ана Айнұр Тұрсынбаеваны үйге бір шай беріп, радиатор алдырып алайық та. Ой, сен де бір қойшы. Радиатор алып берсін. Пособияның ақшасына қалғанына саған аяқ киім алып береміз. Айтпайтын жоқ сенің де. Жақсы. Айтпайды. Қалған қыздарыңыз қайда? Ұйықтап жатыр, иә. Егіз қыздар да ұйықтап жатыр, үлкен қыздар ұйықтап жатыр. Не марқол, ұйықтасын. Айтпақшы, саған жаңа 10 мың теңге тастап кетудің продукт алсам. Ал қазір. Өз сендер сабақ оқисыңдар ма қызым? Тадам! Бақала? 10 мың теңгеге осақ бар да. Осақ? Мә, базарға кірсем деген ужас қой, бағалары ұшып тұр, кәдімгідейші. Мә, адамдар настроениялары жоқ, такси көп, енді мүмкін емес базарға кіру. Сен сұрамай қойып ше. Айналайын, базардағы жағдайын сен әңгіме емес, түрің жеткізіп тұр. Жеп отыр екен. Балдарға алма бірдеңе. Иә, алдым ғой. Ой, ала, папасының қызы. Жеш, сендер жесін деп еңбек етіп жүрмін ғой мен. Жан, барып ана жаққа барып сабағымды оқиын де. Бір кіріп, сәлеметсіз бе апай деп кіріп жазып қойсаңдаршы бір. Я, неге телефон кірген кезде ең бірінші мұғаліміне сәлеметсіз бе апай деп жазуды ұмытпа, жарай ма? Айттым ғой, қазір ғана айттым ғой. Жаз деп. Жібер. Теңге болса қалтанда, талтада талтанда. Құрметті достар, сіздермен бірге мен Нурик. Біздің қаламызда керемет жаңалық, біздің қаламызда ең керемет дәмді донерхана ашылған болатын. Дәмі сочный, өздері мощный, аспаздары восточный, керемет донерханаға келіңіздер, дәмін көріңіздер, қапы қалмайсыздар. Қош, сау болыңыздар. Нормально ма, братан? Все, рахмет. Отличный. Братан, нема? Рахмет. Жақын жерде не жоқ па, квартира жоқ па? Білмеймін, естіген жоқ. Болса сразу хабарласып. Рахмет. Жақсы, қастас. Теңге болса қалтанда, талтанда. Елеке, саған бір сұрағым болып тұр. Айта ғой. Осы банан неге қисық? Білмеймін. Сен білесің, ойлапшы кішкене. Сен білуің керексің. Білмеймін мен, айтшы өзім білетін жарсың, білмеймін мен шынымен. Точно білмейсің бе? Білмеймін. Онда басқа маймылдардан сұрау керек болды ғой. Жынды! Жынды ауыр ғой, Құрсын де, отыра береміз ба? Құрып бар, мәшінемді жөндеп, таксовать етіп кішкене тиын табай. Ақша керек қой қазір. Жоқ. Ал жақсы. Мә, бар ғой, осы бар ғой, жұрттың байларына қарасаң бар ғой, кәдімгідей отағасы болып, бата беріп, дастархан ас қайтарып отырады. Сенің бірақ дұрыс айтасың. 4 баланың әкесі болдым, бір ас қайырмасам ұят болады ғой енді. Ал, ақыры бір сұраған екенсің. Болым чек. Алла берсін, асырған оңымдасын. Радиатор оңымдасын. Асыңа баспай барсын. не деді? Жақсы нәрсе айттым ғой, не қыласың? Кешке не керек, соны айтшы. Как обычно ма? Сол, я 2 нанмен 1 стал асал болды. Жолың болсын, Асеканай. Асеканай демеш. Жаным дейді. Демеш, еркелетпеші. Асеканай вообще айтпашы, мен нервім шығар. Айтпашы Асеканай. Жақсы, кеттім. Асеканай. Айтпашы деймін олай. Жаным дейді, құдай. Жібер бұрын. Айна жеттен астырайын дастарханды. Мен тамақты істеу керек, балалардың сабағын қарау керек. Тек ештеңе үлгермейтін болдық қой. Аффирмацияларды әлі тыңдап бітіру керек. Теңге болса қалтанда, талтанда. Бәке, брат, қалайсың? Жақсы, аман есен. Қайдасың, не істеп жатсың? Ауылдасың ба? Жай қал жағдайын білейін деген ғой. Все, брат, связдамыз ғой, хабарласамыз, аха. Давай. Звондай менің, а? Сәкенге звондай.
Ана тесік аяқ киім неғып ұстап жүрмін мен, а? Каждому свое, руки не суем. Делим бабки, рулим тапки плавно на район. Каждому свое, верный на подъем, полный до краев. Виски флэп.